Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Ғалымжан. Бүгінгі біздің тақырыбымыз форекстер және крипто нарығындағы роботтар, советниктер туралы болады. Сонымен жаңадан қосылып жатқан кісілер, қош келдіңіздер. Қайырлы кеш болсын бәріңізге бірдей. Өзім таныстырып кетейін. Менің есімім Ғалымжан, Астана қаласынан, Қызылорда облысының тумасымын. Бүгін біз әдеттегідей кешке тікелей эфирде форекс және криптодағы роботтар туралы айтатын боламыз. Робот дегеніміз бұл компьютерлік бағдарлама, программа. Кәдімгі счетқа өзіңізді бір рет настройка жасап қойып қойсаңыз, ар жағында оны тек табысын алып отырасыз. Бір-ақ рет. Дәл мен шамалы дауысын азайтып қояйын. Дауысым менің естіліп тұр ғой да, бәрі жақсы. Естіліп тұрса, плюс қойып жібересіздер ма? Қош келдіңіздер. Бұл компьютерлік бағдарламалардың барлығы бірдей қазір білесіздер. Анау соны заманнан бері 90 жылдардың басында ақырындап кетті. Рахмет Ерсұлтан, рахмет. Сонымен сол уақыттан бастап келе жатыр. Бұл компьютерлік бағдарламаның барлығы бірдей. Анау ар жағында біздің Basic, оның ар жағындағы қанша программалар компьютердің ішінде тұрған Word, Excel'дердің барлығы бірдей сол уақыттан келе жатыр. Сол сияқты компьютерлік бағдарламалардың барлығы бірдей әбден жетілдірілген түрлері қазір бізде кәдімгідей жасанды интеллект арқылы жасалатын жағдай бар. Дәл бізге қазір программистердің де қажеті жоқ. Өйткені жасанды интеллект соның бәрін өзі бір адамның орнына жасайтын жағдай, және кедергісіз жасайтын, қатесіз жасайтын сондай жағдайға жеттік. Біздің түсінігімізде ең бірінші жаңағыдай қолына күрек ұстаған, әйтпесе жаңағыдай ауыр жұмыстағы адамдар босайтып жетіп жоқ олай емес. Ең бірінші сол компьютерде сол программаны жасаған, құрастырған адамдар, ең бірінші программистер жұмыссыз қалатын жағдайы бар да. Оны мен программисттен естіген сөзім да. Сондықтан осы программалар туралы мен қазір айтып кететін боламын. Бәрібір де жаман емес. Тағы да таныстырып кетейін, өзімді есімім Ғалымжан, Астана қаласынан, Қызылорда облысының тумасымын. Біздің күнделікті өзіміздің сағат осындай сағат 9-да біз кешкі эфирге шығамыз. Сонда біздің ақшаны қалай көбейтуге болады? Осы туралы айтамыз күнделікті. Менің өзімнің қаржылық сауаттылық курсым бар. Онда өзіміздің Қазақстан қор биржасындағы компаниялар, Қазақстан компаниялары туралы өте жиі айтып жүрмін. Оны білесіздер. Ең соңғысы осы Эйр Астананың как раз несі болды, IPO-сы болды. Бүгін как раз шықты IPO-ға. Құттықтаймын бұл қазақстандықтарды, акцияны алған кісілерге. Өте жақсы вложение болды деп ойлаймын бұл. Сондықтан осы қазақстандық компаниялар, оның ішінде өзіміздің американдық компаниялар да кіріп жатқан жағдай бар. Соның ішінде осы қор нарығынан кейін дүниежүзіндегі ең ірі, ең көлемді, капитализациясы жоғары бұл форекс нарығы. Форекс деген әлемдік валюта нарығы бұл тұрсында. Ал ол бұрын естімеген кісілердің болса, ол кәдімгідей көшедегі обменникті білсеңіздер, доллар, евро, фунт стерлинг осын ауыстыратын жерлерді ауыстыру пункті деп шығады, мысалы қазақ тілінде, әйтпесе обменник пункт деп айтады, мысалы қарапайым тілде ол бәрі обменник деп айтып кеттік. Сол обменниктер арқылы доллар, евроны ауыстырып жатсаңыз, мысалы соның әлемдік деңгейі күндік обороты 7 триллионнан 10 триллион долларға дейін күндік обороты бар. Бұл өте үлкен ақша түскен адамға. Бұл өзі форекс 71 жылы, былтыр 1971 жылы как раз сол кезде қосылып бастады. Банктардың ортасында крупный сумма валютаны, американский долларды мысалы сатып алатын, әйтпесе біреуге японский иена болды, біреуге канадский доллар болды. Соның ортасында банковский переводпен жасалатын через свифт. Ол жағдай сондай тұрған алдында. Одан кейін именно интернеттің келуімен бұның бәрі жеңілдеді. Ол қазір форекстен платформа ешкімге бағынбайды. Десятилетиялық бағына. Платформа бұл жерде. Ешқандай группаға, адам баласына бағынбайды ол деген. Ол өзінше тұрған платформа, оның ішіне кез келген адам кіреді, кіргенде тек қана через брокер кіреді мысалы. Форекс брокер деп атаймыз. Сол арқылы кіреді. Ол брокерлердің өзінде біздің осы компанияда роботымызды қазір ұсынып отырсам, сол ұсынып отырған екі брокерім бар. Біреу RoboForex, біреу Forex for you деген. Біреуіне 10 жыл, біреуіне 15 жыл уақыт болды. Дүниежүзіндегі үздік бестікке жатады. Біреуіне 10 жыл, біреуіне 15 жыл уақыт болды мысалы. Енді біздің как раз роботтарға келетін болсақ, именно Форексте менің сізге ұсынып отырған роботым бұл General Trader Group компаниясының 2017 жылдан бері бүгінгі күнге дейін жасап келе жатқан 20 роботы. Жалпы саны 20. Бұлардың классификациясын бөлетін болсақ, мысалы түр типімен бөлетін болсақ, классикалық линейка, трендовая линейка, математическая линейка, гибридный линейка болып төртке бөлінеді. Бүгін біздің как раз разговор жатқан именно классикалық линейка, қалғандарды айтып кетеміз, бірақ енді
в основном менің как раз негізінде сол біздің как раз классикалық линейкадағы классик және классик плюс деген екі роботымызды айтамыз. Классик деген робот бұл үш полетный парамен жұмыс жасайтын, консервативті стратегиямен жұмыс жасайтын, айына 10%-ға дейін табыс беретін осы робот 2017-тен бері жұмыс жасап жатыр. Тура соның қасында классик плюс деген робот бар, ол агрессивтік стратегиямен жасап жатқан 5 полетный парамен жасайды, айына 15%-ға дейін табыс береді. Міне осыны көріп күнделікті мысалы осы жерде күндізде мысалы тікелей эфир болдымде құтқарына никнеймінде мысалы сол сияқты ар жағында осы туралы айтып жатырмыз. Қаншама адам осы жаңа қызығушылық танытып хабарласқан жағдайы бар. Соның бірі мысалы Сара ханым болды, мысалы кешеге тіркеп бастадық, міне бүгін Құдай қаласа бір шаруасын бітірдік. И қазір міне осы жерде енді кіретін шығар, Құдай қаласа Гаухар ханым бар. Ол да өзінің как раз жаңа техподдержкадан хабар келді. Менің партнерімді осындай қосып, бәрін түгел условия етіп берді мысалы роботтың. Бұл деген сөз аптасына 5 күн жұмыс жасайды. Біздің Қазақстан, оның ішінде Астана уақытымен дүйсенбі күні таңғы 4-тен бастайды. Содан сутки кетеді. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күні түнгі сағат 12-де бітеді біздің уақытпен. Аранда сенбі-жексенбі бұл жұмыс жасамайды. Аптасына 5 күн, айына 20 күн жұмыс жасайды мысалы. Сөйткен роботтардың мысалы осы легінде действительно өзінің жұмысының жақсы көрсете алды олар. 2017-тен бері өзің ойлаңыз. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 жыл болды 23-ге. Енді біз қазір 24-тің уже 1,5 айын бүгін өтіп отырмыз, мысалы 15 ақпан, дұрыс па? Сондықтан осы уақытқа дейін ол ешқандай слип болмаған. Мен осы нәрсені бір басып айтып келеді, слип деген не нәрсе мысалы? Ол неге олай болып жатыр мысалы, соның барлығын себебін түсіндіріп кетейін. Слип деген нәрсе, сіз мысалы счетқа $1000 салдыңыз, ол жақсы көтеріліп жатты, енді табыс алып келе жатты, жақсы табыс көтеріп жатқан кезде бір күні минусы көбейіп кетеді, қалып тұрады. 15%, 25%, 35, 45, 50 минустар көбейіп барады да, арада 60-70 болып полностью сіздің ақшаңыз кетеді жағдай. Міне осындай слип бізде болмаған айтайын деген. Міне Гаухар ханым кіріп жатыр, как раз лайк қойып жатқан. Қош келдіңіз Гаухар ханым. Сізді бүгінгі JTG роботының классик плюс қосылуымен осы алған өзіңіздің роботыңызбен құттықтаймын. Алла берекесін арттырсын. Рахатын көріңіз бұйырса. Сонымен енді біздің как раз сол роботтардың 2017-тен бері қалай жұмыс істеп келе жатыр. Мысалы ішінде күнделікті 15-25 ссылка ашады. Сіздің қатысуыңызсыз тағы айтамын. Толық автоматтандырылған режимде. Ағайындар. Сіз бір рет қосып бердік, сіздің менің көмегіммен мысалы күнделікті регистрация етіп жатыр мысалы. Соның ішінде бір рет қосып беремін, сізбен бірге отырып, кәдімгі телефонда, WhatsApp арқылы, WhatsApp-тың ішінде демонстрация экраны бар, сол арқылы кіреміз да, ар жағында, Алла разы болсын, рахмет. Соны бір кезде соған кіреміз, кіргеннен кейін соны айтып осында как раз ссылкалар түсіп отыр, мысалы сілтемеде, соны басып отырасыз, соны басып отқан кезде өзіңіздің данныйыңызды толтырып бересіз, ар жағында все болды, ар жағында поштаңызды қойыңыз, пароліңізді қойыңыз, болды. Бір ссылка кетті, екінші ссылка кетті, үшінші ссылка кетті, сөйтіп барып тіркеле саламыз, онда қатты қиын емес. Және күніне 15-20 зеркалының бәрін білесіз неден? Осы как раз неден Telegram каналдан сіздің чат-боттың барады, как раз сол әр жабылған зеркалардың бәрін түгел есебі келіп тұрады сізге, отчеты, орысша айтқанда. Уағалейкум ассалам, Бека дейді, иә? Берік па есімі? Әлде біздің Бәкең ба? Бақытжан мырза. Дұрыс па? Бақытжан мырза ғой, иә? Әу деп қойыңызшы, дұрыс болса. Сонымен осы жердегі өзіміздің как раз 15-20 зерка ашады өзі автомат режимде. 15-20 зерканы күнделікті жабады. Сәлеметсіз бе, қандай проект дейді. Мен как раз соны айтып жатырмын мен. Қайырлы кеш, менің есімім Ғалымжан, Астана қаласынан есіміңізді айтып кетсеңіз жақсы болар еді. Онда біз Форексте автоторговля бір рет өзіңіздің счетыңызға қойып берген. Бейбіт па? Бейбіт қалайсың бауырым? Амансың ба? Дұрыс. Бека деп қойған, дұрыс. Біз сөйлестік, иә. Кеше сөйлестік, иә? Дұрыс. Сонымен, именно осы жерде Форекс торговля болады. Сол Форекс торговля өзіңіздің счетыңызға бір рет салып қойған роботты установка жасап қоямыз, кәдімгі настройка жасап, ар жағында болды. Ол сіздің күнделікті табыс табуыңызға жақсы көмектесетін болады. Сіз роботқа тиіспейсіз, қосып берген роботқа тиіспейсіз, оны салып қойған нәрсесінде шаруасына ешқандай араласпайсыз. Минимал $100 салдыңыз мысалы. Кеше дұрыс берік есіме түсті бейбіт. Сонымен бір кезде салып қойдыңыз ақшасын. Болды, $100 минимальный. 250, 500, 1000, 2000, 10 000 лимит жоқ ары қарай. Соны $100 минимальный салып көрдіңіз, тексеріп көріңіз менің айтқан сөзімді.
ар жағында, бұның ар жағында не істейсіздер? Робот теңгемен қаншаға аламыз дейді. Мен теңгесін білмеймін. Доллармен $500 бағасы. Бір рет сатып аласыз. Жанында екі сервис бар. Выделенный сервер деген нәрсе бар. Және екінші FX монитор деген бар. $550. Өміріңізде бір рет шығатын шығын. Бір-ақ рет шығатын шығын. Ар жағында үнемі табыс алып отыратын боласыз. Сонымен осы роботтарды сатып алған кезде мен бағасын айтып отырмын сіздерге. Алдамшылық емес шығар. 6 жыл болды. 6 жыл болды осы жұмыс жасап жатыр как раз. Менің өзім 2013 жылдан бері жұмыс жасап жағдай болды. Курс қаншадан сіздерде дейді. А сіз қайдан боласыз? Қазақстан емес па? 454-65 Binance сатылған. Ұлттық курсты, пожалуйста, көріңіз. Біз өткен через Binance деп атымыз қазір. Сонымен 550-ді бір төлейсіз, ар жағында $100 ар жағында соның өзіңіз минималды салып көріп, бір ай тексеріңіз, күнделікті келіп отырған сделкасын бәрін түгел тексеріп көріңіз. Менің айтқан 15-20 бәрін түгел тексерген кезде, одан кейін поштаңызды бәрін түгел қараған кезде, ішіңізге сенімей алайды ағайындар. Ол менің айтқан сөзімнен көрі, өз көзімізбен көрген нәрсе бөлек. Сондықтан бірінші рет көп тексеруіміз керек болады. Ал енді тексеруге ақшам бар менің, бірақ мен осыған сәл сенбей тұрмын, маған бола ма деп шығсаңыз, бір аптаға тестке бере аламыз біз. Тест деген тексеруге де мысалы. Біздің как раз VPS-те тұрады, өзіңіздің счетыңыз, өзіңіздің пароліңіз, сізге ешкім тиісе алмайды оған. RoboForex-тен тіркеліп аласыз да, ар жағында не істейсіз? Тіркеліп алғаннан кейін біз сізге роботты, сіздің счетыңызға орнатып береміз бір аптаға. Бір апта бойы көресіз. Дүйсенбіден бастайық, мысалы алдымыздағы дүйсенбі күні. Тік қосылды, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма. Осы 5 күн жұмыс жасайды, сенбі жексенбі жұмыс жасамайды, дұрыс па? Сөйтіп барып көрген кезде, ассалаумағалейкум, минусовая сделка робот делает. Міндетті түрде барып, вы что? Робот минусовая істеуі мүмкін емес. Бірінші күні 25 сделкадан 2 минус болды, 23 сделкадан 1 минус болды, 38 сделкадан 3 минус болды. Минус болғаны жақсы, болмаса қорқыңыз наоборот. Біздің робот вообще без минуса торгует десе, это таза лоха торговля уже. Поверьте моим словам, мен өзім ол нәрсені өзім трейдермін, онда білемін ол жағдайды. Сондықтан есіміз кім болады сіздің? Айтып кетіңіз осы жерде. Сондықтан бұл жерде ол нәрсені болғаны, минус болғаны это хорошо. Мен күнделікті отчеттарым менің неме Диас танысқанға қуаныштымын, менің есімім Ғалымжан, Астана қаласынан. Мына жерде мысалы күнделікті осы TikTokта болсаңыз, маған тіркеліп кетіңіз, соның ішінде как раз менің нем бар, жауап ретінде медиа тіркелемін сізге. Оның артында күнделікті отчеты есебі келіп отыр, мен күнделікті күнде шығарып отырмын. Күнде болып жатқан нәрсе күнделікті қанша плюсы бар, қанша минусы бар, оны мен жасырмаймын оны. Ол Құдайдан жасырмаған адамнан жасырып қажет жоқ. Тем более мен робот үшін не болею, өйткені робот ол адам емес. Түсініңіздер дұрыс. Мысалы жаңа айтып отқан 25 сделканың 2 минус деген это сущий копейка ғой. Сіздің 23 сделкаңыз по-любому оның плюсын жауып тұр ғой. Дұрыс түсініңіздер да? Сондықтан ол нормальный нәрсе. 2013 жылмен өзім бастағанда, өзім тарихынан бастап кетейін. Тағы да Ғалымжан менің есімім. Бір аптаға алсам, ішіне депозит салу керек па? Әрине, сіздің депозитіңіз ғой. $100 минимум болу керек сізде. $100, 46.000 теңге, 47.000 деп қойып, 47.000 салып қойдыңыз, роботты қосып қойдық, все болды. Сіз жақсы сұрақты қойдыңыз мұнда. Робот на крипто торгует. Диас өте жақсы. Мына бүгінгі как раз RoboForex-те именно осы бірінші тақырыбым, екінші тақырыбым как раз крипто робот туралы болады. Сондықтан соңына дейін тыңдаңыз. Жарай ма, Диас? Бір аптаға алсам, ішіне депозит салу керек па? Иә, $100 саласыз. $100 саласы да бір апта көресіз. Бір жеті кәдімгідей жұмыс істейді, істеп көргеннен кейін үстіндегі табысын бәрін көргеннен кейін көзіңіз жетті, действительно мынау істейді екен ғой, Ғалымжан айтып кетті, рас екен ғой деген кезде да деп $500 салдыңыз, алдыңыз да бізге тіркеліп кәдімгідей партнер болып кеттіңіз. Апта сайын шешуге бола ма? Күн сайын шешуіңізге болады. Счет сіздікі ғой өйткені, робот сіздікі. Без проблем. И одан кейін жаңағыдай ақшасын төледіңіз $550, сөйтіп алдыңыз да алып қалдыңыз, болды, өмір бойы сіздікі. Мәңгі бар, өзіңіз пайдалана бересіз, ештеңе жоқ. Ал енді жаңағы нені ішінде да жұмысы жақсы екен, дана берем ақшам болмай тұр, кейін келермін деп жатсаң, оған да сенеміз біз. Өйткені тек нацелен на результат адам келеді да бізге $500 депозит ақшасын қолдан ұстап тұрып қана келеді да, мысалы. Сол бір апта көрдің, да, действительно, жоқ, маған осы доход ұнамайды десеңіз, ол да сіздің жағдайыңыз. Онда біз роботымызды снимать етеміз, сіз өзіңіздің $100 прибыліңізді алып кетесіз. Ештеңе ұтылмайсыз, беспроигрышная стратегия жүреді. Беспроигрышный вариант тұрсында. Так что тапқан табысыңыз мен сізге тағы да жауап беріп кетейін. Ай сайын шешесіз ба, апта сайын шешесіз ба, күн сайын снимать етесіз ба, проблема жоқ ешқандай. Өйткені Binance өзіңіздің Binance'ыңыз ғой. Біз Binance'пен жасап жатырмыз. Кіргізетін кезде $1
комиссиясы бар, стандартный Binance-тікі. Ал шығаратын кезде полный объем шығарасыз ақшаңызды, без комиссия. Binance-тан комиссия ұстамайды онда. Роуборкстің ішінің өзінің комиссиясы бар, ол өте кішкентай какой-то түседі, ол жақтан бар енді. А бірақ шығаратын кезде Binance-тан сізде комиссия жоқ. Сондықтан бұл робот өзінің жұмысын 2018-17-тен бастады, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. Міне 6 жыл уақыт болды. Мына 24-тің 1,5 айын санамағанда. 6 жыл уақыт бойы сол 17-ден бүгінгі күнге дейін ақша сливать етілмеген. Сливать етілді, салған $1000-ыңызды салып қойдыңыз, жақсы жұмыс істеп кетеді, көтеріп жатқан кезде полный минусқа кеткен уақыты болмаған. Мен осыны айтайын деп тұрмын сізге. Да, рынке қазір біздің Қазақстанның рыногында $100-дан, $200-дан роботтар бар. Жоқ демеймін, олар да жұмыс жасап жатыр, жақсы, молодцы. Но бірақ оларда далип кеткен нәрсе болады, үстіне ай сайын ақша салып отқан жағдай бар. Маған осы сол компанияда салып отқан бөтен емес қой, өзіміздің қазақтар барлығы жерде. Алыстан бір басқа компания екен деп бөлек керек жоқ. Ол да біздің қандасымыз ол жерде жүрген. Істеп жатқан. Искусственный интеллект бәрі дұрыс шығар, бірақ ол жерде далип салғаннан кейін адамдар бір рет салады үстіне ақшасын, 2 рет салады, 3 рет салады, уже шаршайды адамдар, сенесіз ба? Ал оның бәріне бірдей постоянно 1 рет салды, 2 рет, 3 рет, 4 рет келген кезде, ал сіздің ақшаңыз жоқ, не істейсіз? Кетті ақшаңыз бәрі сойып мысалы. Мен сондайдан не аламын да, ол оңайдан келген ақша емес қой деген мысалы. $10, $20, $70 лек-легімен бәрі робот постоянно оған одинаково зеркало ашқаннан кейін бәрінің депозиті бірдей, и бәрінің депозиті бірдей минуста тұрады да. А ол да жақсы емес қой мысалы. Сондықтан мен сіздерге айтармын. Алдыңыз ба, міндетті түрде как диверсификация прибыли, так и диверсификация риск болу керек сіздің жағдайыңызда. Мен сізге қарапайым инвестордың шешімін айтып отырмын сізге. Өзім солай істеп отырмын өйткені. Бір робот емес, бірнеше робот алу керек. Алдыңыз, ол сіздің роботтарыңыз. Сатып бір алдыңыз, депозит салып қойдыңыз, оның өзі бәрі бөлініп кетеді. Если не сливая, говорите, 5 лет, это хорошая статистика, отличная статистика. Сіз маған жазып жіберсеңіз болады, мен WhatsApp нөмірім, Telegram-мен 877-222-0498. Бізде как раз өзіміздің қазақстандық чат бар, қазақ, орыс тілінде. Как раз сол чаттың ішіне кіресіз. Пока ештеңе алып қажет жоқ. Сначала ознакомьтесь, моим словам, өз достоверность действительно алам десеңіз, міне астына жазып қойды 777-222-0498 менің WhatsApp, Telegram нөмірім. Лучше Telegram-ға бірден жазыңыз, сол жерде мен сізді Telegram каналға қосып жіберемін. Ар жағында думайте, сидите, проблема жоқ. Бәрін түгел изучайте материал, қаншалықты ішінде қанша видеолар да бар, вебинар да болып жатыр мысалы. Бәріне түгел кіріп көрсеңіз болады. Кеше ғана онда живой эфир болды мысалы. Қапархан, рахмет сізге. Сондықтан бұл жерде ашық бізде, оның қорқатын ештеңе жоқ. Біз уже 7-ші жылға кетіп бара жатырмыз. И біздің осы компания өзі российский Москвада трейдерлерін жасаған 2017 жылы. Қарапайым трейдерлер өзіміз сияқты. Сол осы именно өзінің командасына программистер шақырып, алгоритмде именно жасанды интеллектті жазғаннан кейін, соның барлығы осынша жыл, кеше мысалы, осы 6 жылдың ішінде бізде не болмады? Үйден шыға алмай қалған жоқпыз ба? 2 жыл, естеріңізде ме? Ковид болды бізде. Оның ортасында соғыс болып жатыр қасымызда. Қанша жер сілкінісі болып жатыр, саяси ауыс-түйіс болып жатыр қанша. Соның бәрінен аман шыққан робот та бұл. Өйткені жаңағыдай саяси жағдай, политический ситуация деп айтамыз. Соның барлығы любой нәрсе, кез келген нәрсе ол котировкаға қатты әсер етеді. Валютный параны міндетті түрде жаңағыдай бағасына әсер етеді. Соның бәрінен аман шығып жатқан робот ол. Убей действительно достойный уважения. Шын айтайын сіздерге. Ондай нәрсе оңай нәрсе емес ол деген. Өйткені өзім трейдер болып көрсеттім, мысалы действительно көрдім мен. Ол жаңағы 10 сделканың 7-і, 8-і плюс болып жатса, бұл қуаныш мен үшін ше. Сол күні действительно ерекше болады. Ал уже 6-ы или 5-і кетті ма, ол күні все, мен үшін өткен траур болған. Оны істеген адам мен басымыздан өткен. 2010 жылы одан кейін механик торговый системалар болды мысалы бізде. Ештеңе жоқ. Әдемі жақсы жұмыс жасады мысалы. Бейбіт не дейсің? Ғалеке қанша пайыз жұмыс жасайды еді робот айына орта есеппен? Айына айтып отырмын ғой, айына 10-15%. Айына 10-15%. Не үшін бөлісіп жатырсыз? Сетевой сияқты адам тіркеу керек па дейді. Жоқ. Бұл сетевой компания емес ағайындар. Адам шақырыңыз, сізге команда құру деп, ондай нәрсе жоқ. Маған компания сізді шақырғаным үшін, маған комиссия төлейді, разовый. Бірінші айтайын сізге, сетевой жасамай-ақ қойыңыз сіз. Не рекомендую. Бірақ мен сізге айтайын. Сізде за то, что сіз робот сатып алған үшін компания маған бір рет комиссияны төлейді. Тура. Енді қызық айтайын сізге. Сіз оны көрдіңіз, ақшасын салып бастадыңыз ғой. Салып бастаған кезде RoboForex деген біздің не бар, брокеріміз бар. Сіз ақша салатын жеріңіз мысалы. 10 жыл уақыт болды, европейский, британский, именно оның ішінде лицензированный ше, 5 үздік компания біріне жатады. Екінші Forex қою деген. Сол екі брокерде за то, что мен оған клиент әкелген үшін
сіздің депозитіңізге тимейді. Онда екеуіңізде де бір робот жұмыс жасап тұр мысалы да. Жасап тұр. Сол спред деген емес, біз комиссиясы бар ғой. Сол комиссияны 50-50 менімен бөліседі брокер. Менде интерес бар ма? Сізде болмай ақ қойсын, сіз сетевой қаламайсыз, адам шақырмайсыз. Бірақ менде интерес бар да. Тура сол сияқты сіздің де ертеңгі күні вдруг абайламай телефоннан көріп қойды бір кісі. Мынау жақсы екен ғой, Диас, давай мен де көрейінші деп жатса, Диастың артынан жазылып жатса, ол адам $2000 салды, одан кейін біреу $10,000 салды, біреу $5000 салды, біреу $1000 салды. Сөйтіп жинаған кезде олардың бәрінің ақшасы тиындап жиналады да бұл. Тиындап жиналады. Ар жағында ол нәрсе өзінің, я торговый робот на Форексе. Значит, мы коллеги с тобой. Мы с тобой коллеги, значит. Мен 2010 жылдан бері механизмовую систему көргенмін. Ол кезде нейронные сети только на горизонте появляются. Орысша айтайын саған. А жасанды интеллект деген только ар жағында енді болады деген тұғым мысалы. А міне сізге полный жаңағы статистикасымен қанша уақыт бойы жұмыс істегендердің бәрін түгел уақытын біздер көрсетіп отырмыз. Оны да жаңағы маған жазып жіберіңіз деп айттым сізге. Ар жағында шешім конечныйсы қабылдайсыз. Одан кейін біз өзіміздің осы телеграм каналға қосып береміз. Ар жағында өзіңіз изучайте материал. Ешқандай ештеңесі жоқ. Жасырылған жоқпыз материалды біздің ішінде. Қанша минус болады, қанша плюс болады, ашық көрсетеміз өз нәрсені. И күндегі статистика күнде, және ол жерде жалғыз мен ба, қаншама адам өзінің статистикасын бөлісіп жатыр ол жерде. Скрывать нечего нам. Так что өзіңіз шешіңіз оған. Сондықтан бұл брокерлер именно бұл брокерлер Forex FOU да RoboForex да екеуі де бірдей жасап тұр. Тем более RoboForex біздің Алматыда тұр, өзіміздің менеджер өзіміздің Сәкен деген қазақ жігіттер, Марат деген қазақ жігіттер бізге хабарласады осылай Алматыдан. Ол Алматыда болсаңыздар, Алматыда RoboForex кіріп шықсаңыздар болады, пожалуйста. Қалай кіргіземін, қалай шығарамын десеңіздер, картамен де істейді, ар жағында Binance'пен де істейді. Түрлері көп. Ол ұзына бой қанша жаңағы біздің өзіміздің үйренген банковский нелер болса, карталар болса, тура сол сияқты криптовалютамен де түр-түрімен тұр мысалы. Сіздің таңдауыңыз, ешкім оған қаламайды мысалы. Қазите мысалы Байбитпен төлеңіз мүмкін, мысалы Байбитпен төледі біздің Россияның азаматы. Одан кейін MetaMask бар, Trust тұр, оның бәрімен жұмыс жасап жатырмыз. Ешқандай проблема жоқ. Даже суббота, воскресенье, сенбі, жексенбі күні брокер жұмыс жасамайды, сол кезде шығарсаңыз болады ақшаңызды. Это ваши деньги, потому что счет сіздікі, советник сіздікі и Binance сіздікі ғой. Осы үш нәрсе. Так что бұл жерден проблема жоқ ешқандай. Тағы да сұрақ бар ма? Мен сұрақтарға қойсам, мен наоборот оталамын ағайындар. Мен наоборот қуанамын ондайға. Адамда интерес болса, мен оған түсіндіруге тырысамын да, жан-жағымыздан ішінде ашылып, может айта алмай жатқан жағдайларымыз бар мысалы. Оның қасында тек қана бір жерде Binance-ты айтып жатырмын, тағы да айтып кетемін ағайындар. Binance міндетті түрде болу керек. Өйткені Binance-тан біз не аламыз өзіміздің электронды ақшамызға, Каспийден, Народный банктен, ана Binance-ның ішінен цифрлық доллар USDT сатып аламыз. Тезер деп айтады оны еще оны. Сөйтіп барып счетымызға как раз өзіміздің пополнение тек қана через Binance келіп жатыр. Так проще біз өзіміз әбден накатанный жол болды. Кіргізетін кезде $1 төлеп қойдың, болды счетыңа кірді, а шығаратын кезде полный объем шығарасың ақшаңды. Вообще проблема жоқ. Шығарып тұратымыз, кіргізіп жатырмыз. Күнделікті. Ешқандай проблема жоқ. Сондықтан ағайындар, давайте мына осы жұмысты істейміз десеңіздер, хабарласыңыздар маған. Бұның ар жағында қанша нәрсе бар табады. Так, Ғалеке, қандай гарант бар роботтар жоғалып кетпеуіне, әсіресе салған депозитінің жоқ болып кетпеуіне? Тамаша сұрақ, өте керемет сұрақ, тамаша. Бірінші счет сіздікі. Робот сіз сатып алғанда ол сіздің меншігіңізде. Сіздің меншігіңізде. Қосып бердік, да, действительно. Ассалаумағалейкум, мен түсінбей жатырмын, қалай сізбен хабарласамыз дейді. Менің есімім Ғалымжан, Астана қаласынан, Қызылорда облысының тумасымын. 8707 жазып алыңыз. 222-04-98. Бейбіт жазып жіберші, пожалуйста, телефонда. 8707-222-04-98. Гаухархан, рахмет. Так, мен Бейбіттің сұрағына жауап берейінші. Мына компания General Traders Group деп аталған 2017-тен бері күнге дейін 20 роботын таза тесттен өткізіп, рахмет көкем. Тесттен өткізіп барып рынокқа шығарды. Оның өзі компаниядан 6 ай жұмыс жасайды. 6 айда болды тестовая стратегия бар. Жаңағы біздің трейдер бауырым білетін мысалы Форексте. Одан кейін оны реальный счетта 6 ай тексереді компания. Одан кейін сізбен біз сияқты пожелаю дейді, фокус группада именно біздің партнерларды жинайды ол жерге. Сол жинап барып, ол жерден 6 ай өтеді. Бір советник роботтың рынокқа шығуы бізде 1 жыл уақыт өтеді. 1 жыл. Представляете? Сөйтіп 1 жыл өтеді, сөйтіп 20 робот уже шығып қойды бізде. Компания именно осы роботтарды разработкасымен отырған компания да, ол уже миллионер компания. И оның басында отырған жігіттердің барлығы давно уже миллионер, оларға лақтырып кеткеннен бізде, оны постоянно түсіп тұрған ақша оларға ыңғайлы да.
бұл бірінші. Екінші, жасанды интеллект өте қатты дамып жатқан уақыт қазір ағайындар. Оны мен жасырайын жасырмайын, цифр технологияға бәріміз кірдік бәріміз. Ол компания, бұл компания болса басқа компания жетерлік қазір. Өткенде олар осы бағытта жұмыс істеп жатқаннан кейін оның әрі қарай табыс беріп тұруына именно екі брокер ма, үшінші брокер дайындап, бізде наоборот бізге көбірек продукция алуымызға олар мүдделі, бізден бұрын олар. Екі деп қойыңыз бұны. Үшіншіден, бұл робот өздерінікі, олар қалаған уақыттарын ақшасын салып, қалған ақшасын көздеп жатқан жағдайы бар. Уже неше жыл болды, уже 6 жыл дедік па, 7 жылға кетіп жатыр мысалы. И сол тапқан ақшасымен үші ар жағында үші сізбен бөліседі. Сізден еще ақша алады да, ол тамаша емес па? Қандай риск бар дейді. Мына жігіт бір тамаша жігіт екен, қандай жақсы. Сұрағыңа рахмет бауырым, рахмет саған. Алла разы болсын. Давай рискін айтайын мен. Бейбіт, жауап бердім ау деймін да саған, дұрыс па? Мен жоғарыдағы бауырыма жауап беріп жіберейін, құдай қаласа. Қандай риск бар? Риск бар. Рисксіз инвестиция болмайды ағайындар. Қаржы, қаражат, инвестиция тақырыбына келсеңіз, ешқандай риск болмайды. Өмірде өйткені риск жоқ бізде. Өмірде бізде гарантия жоқ еш жерде. Міндетті түрде риск бар. Айтайын сізге басынан бастап. $100 минималь салдыңыз ба? $100 сізде минимум сізде қалтаңызда болу керек. $200 салдыңыз ба? $200 сізде запас болу керек ақша. $500 салдыңыз ба? $500 сізде энзада болу керек. Неге? Робот бұл робот. Адам емес қой ол. Ол кей жағдайда болады мысалы да, ар жағында не істеу керек, мысалы рынокқа қарсы ашуы мүмкін. Ашуы мүмкін, ол мен оған ешкім істей алмаймын мысалы. Ашуы мүмкін, сол кезде сіздің салған $100 минусы 50%-ға жетіп қылқып тұрған кезде, минусқа жетіп тұрған кезде, жаңа сіздің $100 алып келіп, мынаны үстіне қойсаңыз, сол кезде ана минус азаяды да, 1-2 күнде сіздің зықларыңыз бәрі плюске шыққан кезде, $100 қайдан шығарсаңыз болады. Тура осылай $200 да осылай салып қойдыңыз, оның жаңағы процентасы шығар $50, 50% асып жатқан кезде доливка деген нәрсе болады. Жаңағы $200 сіздің қалтаңызда тұрған ақшаңыз. Сол доливка жасаған кезде уже $400-тың минусы азаяды. Білесіз ба? Сол 1-2 күнде ол заттардың бәрі түгел жақсы плюспен жабылған кезде $200 қайдан шығарып алыңыз. Осындай сіздің тәуекеліңіз бар. Оны мен айтуға міндеттімін. Бауырым, саған осы сұрақты қойғаныңа рахмет айтамын. Риск бар ма дегенге? Бар, міндетті түрде риск. Енді осындай риск бізде компаниямызда 2017-тен осы күнге дейін бір-ақ рет 2022 жылы август айында болған. Біздің региональный директор Айдос деген жігіт біздің Қарағандыда тұрады, мен Астанада тұрсам, бізде уже 2 рет кездестік, ертең құдай қаласа 20-сының ары или берісінде біз 3-ші кездесу болады біздің қауымдастықтың. Сол кезде осы туралы айтты. 22 жыл августте бұл кісінің именно счетындағы рискісі 43%-ға көтерілген. Рекомендуемый 50-ден кейін бұл кісі 43 уақытында сал деп ешкім айтқан жоқ, бірақ өзі $300 салады да счетқа. 2 күн өткен жоқ дейді. Анау қайтадан бәрі плюспен жабып шықты дейді, $300 қайтадан снимать етті. Міне, осындай жағдай болуы мүмкін. Жылына 1 рет или болмауы мүмкін. Өйткені 2017-тен 2024-тен қазір ақпан айында тұрмыз ба, полный слив деген нәрсе болған жоқ бізде ағайындар. Міне, мен осыны айтқым келіп отыр сіздерге. Жаңа әңгіменің басында бұл болды, сіздер кейін көріп отырған шығарсыз мысалы. 2017-тен бүгінгі күнге дейін ақша полный слив болмаған бізде. Мен осыны айтайын. Өйткені біріншіден жасанды интеллекті тұр. Екіншіден, бұл жерде неше түрлі фильтрлер қысып тастағанда сізге минус жаңағыда именно сіздің депозитіңіздің минусқа кетпеуіне алгоритм солай жазылып қойған уже. Да, минус өзгерістер болады ішінде, но бірақ сіздің депозитіңіз полностью минусқа кету, ол полностью исключен бізде. Бұл бір деп қойыңыз. Сіздің жаңағы мен әңгіменің ортасында бір айтып кеттім, как диверсификация прибыли, так и диверсификация риск бұл жерде жақсы қарастырылған. Не қалай дейді, мынандай бір стратегия бар, мысалы, сізге бір робот алсаңыз, сіздің алғашқы осы роботтарда, как раз центовый счет дейміз, мысалы, басынан бастап айтайын, сіз $100 салдыңыз, минимальный мәселе ретінде айттым, мысалы, $100 счетқа центовый счетта 10.000 цент болып түседі. 10.000 цент болып, өйткені $1 100 цент бар, 1 теңгеде 100 тиын бар ғой, сол сияқты $100 сіздің 10.000 цент. Сол цент болып түседі, сол 10.000-ның 1% қайттан 100 цент болды. Сол 100 центке күніне 15-25 ашылады ғой. 99% сіздің депозитіңіз жай тұрады. Тек 1%-мен. Күнде тек қана 1% бағаны сауда жасайды. Жапты ма қайтадан ашып сөйтіп отырады. Бұл бір деп қойыңыз. Енді жаңа сізге айтып отқан біздің сондай советниктеріміз бар, именно осы классик плюстегі роботтар $3.000 лимит тұр жерде. Сіз $5.000 салыңыз. Міне. $3.000 ғана істейді да $2.000 жай тұрады сізде. $3.000 үстіне
айына 15% болғанда $450 түссе, $450 снимать етіп тұрыңыз қаймақ ретінде. А $2000 просто запас тұрады. Өйткені $2000 басқа бос тұрғанша екінші робот алып, соның ішінде жұмыс істеп тұрған жақсы ғой, дұрыс па? Сонда сізде уже сіз как диверсификация прибыль, так и диверсификация риск. Осы жерде жағдай істеп жатсыз өзіңізге. Бұл тағы бір деп қойыңыз. Бұның сыртында бізде Кайман деген кеше декабрьде шықты. Бір жыл жүріп келіп, декабрьде шықты жарыққа Кайман деген робот. Ол не? Біреу күндіз істейді, біреу түнде істейді. Сол түнде істейтін роботты я рекомендую вам. Түнде салып қойсаңыз, ол скальпинг, именно быстрые сделки. Жаңа менің бауырым қайда? Именно Форексте істейтін. Сол кешкі американский рынок сағат 8-де ашылса, сағат 11-ге дейін 3 сағат өтеді. 3 сағатта тез ашып, тез жабады. Біздің жаңағы айтып тұрған қазір мақтап айтып тұрған классик роботтарымыз круглый суток тапқан ақшасын бұл 3 сағатта табады да. Енді түнде тез ашты, тез жапты ғой. Уағалейкум ассалам. Бұл біздің Нұрлан бауырым ғой деймін, иә? Қалай сен жағдай? Дұрыс па Нұрлан, сенбісің? Суретін дұрыс па танымай тұрмын мен. И сол бір кезде сол именно үшеуі 3 сағатта істеп қойған. Нариман, ассалаумағалейкум. Қалай жағдай, амансың ба? Денсаулық қалай? Міне именно осы 3 сағатта торговать етіп болады. Қалған 24 сағатта 3 сағаттың минус болғанда 21 сағат бойы сіздің депозитіңіз бос тұрады ғой. Интересно, да? 24 сағат суткіде бар болса, соны 3 сағат жұмыс істейді, 21 сағат бойы бос тұрады. Сол 21 сағат бойы бос тұрған уақытта күндізге жаңағыдай жағдайлар болып жатса, не ғайбіл, например деп отырмыз сіздерге. Мәселен, жылына бір рет болар болмас деп сіздерге айттым ғой мысалы. Соны мысалы алған кезде, соның үстіне сіз өзіңіз үстіне жаңағы минуске жатқан үстіне қойып қойсаңыз болды. Заден анан бәрі плюске шыққан кезде ақшаңызды қайтадан шығарып алыңыз, қайтадан сөйтіп тұрады. Сіздің запасной сейфіңіз сол жерде. Оның өзі 10-15% табысталып отырған жағдайы бар. Бұл да ештеңе емес ағайындар. Мен сіздерге тағы бір нәрсе айтайын. Роботтың бүгін темасы жақсы кетіп жатыр бізде. Қайта екінші тақырып бар бізде. Бұл гибридный линейканы айтып кеттім сіздерге. Біздің компанияда 20 робот болса, оның ішінде классический линейка, трендовый линейка, гибридный линейка, математический линейка деген бар. Соның ішінде гибридный линейка бұл біздің жаңағы ішінде жаңағы трейдерлер мектебі бар, трейдинг мектебі. Сонда кәдімгі стандартный бар, одан кейін жаңағыдай наставникпен оқып үйренетін жағдай бар да. Сол именно сол жерге барған кезде роботтың реальный времени беріп жатқан сигналдарын қойып отыратын жағдайыңыз бар сіздің. Онлайн оқимыз әрине. Соны қойып отырасыз, соны қойып отырсаңыз, ол робот мына жақта істеп жатыр өзінше. Бірақ сізге реальный времени қойған кезде біздің трейдерлер живой адамдар ғой бәрі. Сізбен біз сияқты. Солар күндегісін күнде отырып қойған ғой. Қойған кезде не болды десеңізші, ағайындар. Бір жігіт мысалы қазір 10-15% айтып отырмыз, иә, полный автоматта, автоматтық режимде сіздің қатысуыңызсыз пассивті деп жатырмыз ғой. А бұл жерде адамдар өзі қойып отқан, роботтың беріп отқан сигналдарын. И бір айда өзінің депозитін бірге бір жасаған ғой. 100% доход. Можете понять? 100% доход. Міне осындай бар бізде. Осыны компания қазір ол нәрсе қалды. Трейдерлер мектебінде ол сабақта беріледі, әлі беріліп жатыр мысалы да. Одан басқа именно осы гибридный линейкада осы роботты толық автоматтандырды. Бұл толық автоматизм, енді қазір толық автоматтандырды. Енді мен сізге айтайын, бұл гибридный линейканың табыстылығын. Айына табыстылығы консервативныйда 10%-дан 20%-ға дейін табыс береді. Консервативный. Агрессивный стратегиямен жұмыс істейтін болса 10%-дан 30%-ға дейін табыс береді. Айтып айтайын, консервативті варианттағы робот алатын болсаңыз, гибридный линейкадағы 10%-дан 20%-ға дейін табыс береді айына. Ал егер сіз бұның агрессивтігі стратегияда жұмыс жасайтын роботын алсаңыз, 10%-дан 30%-ға дейін табыс береді. Керемет емес па? Тура осы баға, онда да $500. Сол роботтың бәрі бір бағасы бірдей мысалы. Ол анау процентажы көп екен, прибыль жақсы екен деп оны қымбаттатып еді. Бәрінің бағасы бірдей. 20 роботтың бәрі бағасы бірдей, $50 мысалы. И және оған жақсы розыгрыш болып жатыр қазір. 12 ақпаннан осыдан 3 күн бұрын басталды ол. 12 ақпаннан 1 сәуірге дейін кім сатып алса, соған біздің өзімізде розыгрыш болады, лотерея. Бізде өткенде 2 февраль күні болды. iPhone телефон, именно осындай тағы робот, именно торговая система. Одан кейін жаңағы трейдерлер мектебіне сабаққа сізге жолдама. Одан кейін с наставником мысалы трейдерлер мектебіндегі оған жолдама. Тура сол сияқты жаңағыдай осындай роботтардың басқа түрлері деген сияқты 9 номинация бар ағайындар. Біз өткенде оған қатыстық, кәдімгідей билетіңізді беріп тұрып, атып тұрып кәдімгі істейсіз, оның бәрі жай емес ағайындар. Сондықтан осы айырылған нәрсеңіздің бәрін да деп жататын болсаңыз, пожалуйста, именно осы гибридный линейкадан болсаңыз, оның әр
әні міне біздің жігіт, мен алдым 2 робот дейді. Жарайсыз, қарындасым, бақытты болыңыз, табысты болыңыз. Мен сіз үшін қуаныштымын. Рахмет. Міне айтып отырсаңыз болады, осы жерде жазып. Алдыңыз 2 робот, қандай робот алдыңыз? Жазып жіберіңізші қарындас. Мен суретіңізді дұрыс көріп тұрмын ба сізді? Қыз баласы дей ме? Алдашы деп қойған ба, дұрыс па? Ардашы. Ардақ қой, иә? Міне осылай айтып қойсаңыз болады мысалы. Жазып жіберіңіз, пожалуйста, Ардақ қарындасым. И осы нәрсенің барлығы бірдей, мысалы ағайындар, біздің басымыз өтіп жатқан жағдай. Біз Астанадамыз, Қазақстанның барлық қалалары уже задействован, барлық қалаларда біздің партнерларымыз бар, жұмыс істеп жатқан. Өзіміздің чатымыз бар, ол чаттан басқа өзіміздің астаналық чат бар, Астанада қауымдастық бар біздің жұмыс істеп жатқан. Мысалы да, оның ішінде тағы кімдер, жаңағы компанияның өзінде 4 чат бар. Техподдержка дейміз, качество контроля, General Trader групптың өзінің прямой главка деп айтайыншы, солардың несі өзінің чаттары. Тағы да общий 4 чат, и біздің 2 чаттың общий 7 чат бар Телеграмда. Сіз техподдержкаде. Оның ешқайсысы, сіз келген адам ешқайда бұл жерде бос қалмайды. Бәрі постоянно осы байланыс отырады бір-бірімен, хабарласып. Өйткені бәрінде бір жағдайда бір робот. Конечно, біз сіздің қатысуыңызсыз көтеріліп жатқан жағдай, бірақ бәріне бірдей интересно ғой. Кімде қалай өсіп жатыр мысалы. Менікі мынандай болады, сенде де осындай ма деп сұрайтын адам бар да, Құдайға шүкір. Біз Астананың өзінде кеше 2 күні Құдай қаласа біздегі осы ақпан айында бізде кім болды, как раз Ақжол деген бауырымыз болды, келіншегі Айнұр екеуі келіп, как раз керуенде кездестік, тіркеу жібердік. Қазір уже бірінші екінші күнде сұрап жүрдік, қазір ешкім сұрамайды мысалы. Тура сол сияқты осы неде кеше бағана күндізгі тікелей эфирде болды, біздің Сара ханым болды Байқоңырдан. Ол кісі алды мысалы. Пожалуйста, ешкім десеңіз жоқ, бәрі өзіміз сияқты қарапайым қазақтар мысалы. Уже доход бар. Сіз үшін қуаныштымын, Ардақ ханым. Өте тамаша, өте тамаша. Міне, живой пример, ағайындар, өздеріңіз көріп отырсыздар. Мен бір придумать ететін нәрсе емес бұл деген. Придумать етіп қажет жоқ та маған. Ол табысты күнделікті мына жерде мен осы тікелей отырған кезде постоянно түсіп жатады зиклар. Ол рас нәрсе ғой, Ардақ, дұрыс па? Дұрыс па, есіңіз Ардақ па қарындас? Жазып жіберіңіз атыңыз есіңізді. И сол мысалы күнделікті таңертең тұрдыңыз ба ұйқыдан? Құтты болсын, Ардақ ханым дейді. Так, роботты соткада жүктеп жұмыс жасауға бола ма? Дәл солай. Айдын бауырым, қалай жағдай, амансың ба? Так, біз қазір жауап бере алмаймыз, ағайындар, ренжімеңіздер. Именно соткада жасаймыз бұның бәрін түгел. Соткада біздің FX монитор, как раз кішкентай ғана мобильный приложение, біздің жаңағы неге кішкентай ғана мобильный приложение, бір, екінші Telegram бар ғой сізде. Сол Телеграмда болса, как раз Телеграмда чат-ботымыз бар. Ол жерде чат-бот қоямыз. Жазып жатыр уже ағайындар. Одан кейін сіздің кәдімгі коммунити ашылады, сіздің RoForexте. Сол коммунитіңізден жабылған зиклармен ашық тұрған зиклар туралы полный отчетыңыз тұрады. Так, бейбіт маған сұрақ қойып жатыр. Агрессивный роботтан екеу аламау ғалеке дейді. 10-30% жақсы екен, осы роботтар туралы айтасыз-ау дейді. Айтайын, пожалуйста. Бейбіт, минустары бар. Мен жаңа айттым ғой саған. 20 сделканың 2-і минус, 25 сделканың 2-і минус, 38-дің 3-і минус. Ол минусыз болмаса наоборот қорқу керек. Ол болмаса қорқу керек. Міне, соткада 5 минут қана уақыт бөлесіз дейді. 5 минутты көміз, таңертең 2 минут, кешке 2 минут қарайсыздар, болды. Басқа ештеңе жоқ. Қарағанда не қараймыз деңіздерші? Мен сұрақ қойыңыздаршы. Мен қарындасым атын атамады маған, жарайды, мен айтайын. 5 валютный пара, классик плюс айтайын мен, 5 валютный пара жасыл көк болып светіп тұрады. Сол жасыл свет шығып тұрса, значит, робот идеально істеп тұр деген сөз. Енді Ардақ мен өтірік айтқызбайды, мысалы, кеше как раз ГБР швейцарский франк, да, дұрыс па, валютный пара? Қарындасым біледі как раз. Сол бізде жасыл сары жанып тұр, сары оранжевый свет тұрса, ол еще в работе дегенді білдіреді. Ардақ есімі. Қуаныштымын, Ардақ ханым, менің есімім Ғалымжан. Бәріміз бір компаниядамыз как раз. Міне, осы кеше болды осында как раз британский фунт, швейцарский франк, валютный пара сары болып тұр, бізде оранжевый свет. Кеше күнмен бұтты да, бүгін жауып бастады бірінен кейін бір. Клең еще крупный минустар да, крупный плюстер да, жауып жатқан. Пожалуйста, оның бәрі соткада тұр ағайындар. Оның бәрі көріп отырасыздар. Осы ғана нәрсе. Жаңа көрдім, қараймын дегендегі таңертең 2 минут, кеше жақын 2 минут. Сол жерде ал жабылатын минустердің общий ішінде, мысалы, общий ішінде, ол минустер болады, ол нормально это. Айтпаймын, қанша роботымыз бар аға дейді. Айтпаймын, Ардақ. Так, енді бұның сыртында ағайындар, бұл нәрсе қалай істеп жатыр енді? Жаңа біз айтып отқан нәрсе, мысалы, жаңа әрі қарай кеттім, қалай екен? Мынау біз бармыз ба?
роботты бір рет алдық, одан кейін екіншісін алдық, үшіншісін алдық, сөйтіп көбейте бересіз. 20 робот барлық саны, барлық бағасы бірдей $500 басында айтып кеттім, тағы да айтып кетемін. Салғаннан кейін не істейсіз? Ар жағында үнемі сіз оның диверсификациямен жасап отырасыз, ақшасын көбейтіп отырасыз да. Ай сайын 10-15% тамаша ғой енді. Жаңа гибридникада 10-30% болып жатыр. Уже бұл көтеріліп жатыр. Керемет, иә? Соны алып жатсаңыз, бейбіт, сен айттың ба рас? Соны алып жатсаңыз, пожалуйста, сол жұмыстардың барлығын сіздің бір рет салған ақшаңыздың үнемі көбейтіп жатасыз ғой. Бар болғаны сол. Бұл туралы мен саған айттым как раз телефонда сөйлескен кезде. Как раз гибридниканы айттым мен. Одан кейін жаңа классиканы айттым, қайманды айттым мысалы. Тура сол сияқты бұл роботтар аттары әртүрлі. Жаңа ғана валютный пара емес ағайындар, тағы да айтайын сіздерге. Алтынмен жұмыс істейтін робот бар бізде. Металл деп аталады бұл. Сізде алтын және күміс бар. Плюс металл плюс деген бар. Екеуі бірдей. Ол алтын білесіздер да, бір көтерілсе әдемі көтеріледі, жақсы, тамаша. Вот сол кезде тек повышение сатасыз. Робот тек қана мына жоғары айтады. Одан кейін екінші есім Айсик барат дейді. Бір робот қанша тұрады? Бір робот $500 тұрады. Бір робот $500 тұрады. Қасында екі сервис бар, выделенный сервер және FX монитор деген. Сол екеуін қосып алған кезде $550 бір-ақ рет төлейсіз. Өмір бойы осы алдымыздағы апта, алдымыздағы ай, алдымыздағы айлар, алдымыздағы жылдар бойы пайдаланатын боласыз. Өмір бойы меншігіңізге аласыз ол роботты. Сонымен жаңа алтын айтып кетейін мен. Алтын көтерілсе әдемі көтеріледі, түссе жақсы түседі ғой мысалы. Сол робот мысалы қызығын айтайын сізге. Жоғары көтеріледі деп мысалы 4-дікі 5-дікі қатарынан ашады да, бірақ бір-екеуін төмен ашады да мысалы. Бұл роботтан мен қызығын айтайын. Бұны айтамын, хеджеріміз дейді біздің неде, Форексте. Анау рынок бұл үнемі түзілмейді ол. Түсіп барып көтеріледі мысалы, көтерілетін болса. Сонда түсіп баратқан кезде жаңа екі іздеген жауып кетеді қатарынан. Сөйтіп барып көтерілген кезде жаңа бірінші тек провод, екінші тек провод, үшінші тек провод, төртінші тек провод жауып кетеді. Міне, осындай жағдай бар бізде. И ол біз торговый стратегияларға, торговый системаларға разницасы жоқ. Қандай актив? Ол валютный пара ма, ол алтын ба, ол күміс па, разницасы жоқ. И оның барлығында әртүрлі стратегия істеп тұр ағайындар. Математический линейкадағы стратегиямен вообще түсінбедім мен. Вроде мен өзім стратегиям бар, мысалы қанша жыл трейдинг жасаған адам ғой да, ана ұқпадым мен. Өзім өйткені мен трейдингте именно по тренду торговать етемін мысалы. Тренд қайда кетіп жатыр? Жоғары кетіп жатыр ма? По тренду. Если с другом трендпен дұрыс істесең, ол сен аппаратта сол жоғары ма? Жоғары. Төмен қарай алдың, болды. Өзі плюспен бәрі по-любому жабады да, ол. Тек профит стоп-лоссын қойсам болды. А математический линейкада вообще ондай нәрсе жоқ ағайындар. Мен оны ұқпадым, түсінбедім ол стратегиясын. Реклама жасауға рұқсат бар ма? Осы жерде дейді. Реклама біздің қазір робот айтып жатырмыз, роботтан кейін басқа нәрсе бар. Пожалуйста, маған айтып беріңіз, мен сізге айтып берейін. Бірағыдай бар шолататындай нәрсе мен темасын білмеймін де, сондықтан бірінші маған жекемен шығып көріңіз, ардақ қарындасым. Одан кейін, пожалуйста, одан кейін договоримся, ар жағында қалай болады, не істейтінін көреміз. Жақсы ма? Так, ағайындар, менде роботтың әңгімесімен уже бар ғой 44 минут өтіп кетті, представляете? Сондықтан мен бүгін өзімізде осыдан как раз бір сағат бұрын өзіміздің үлкен событие болды, өте күшті событие болды. Ол как раз Zero компаниясы бойынша біздің как раз осы жаңа менің бір бауырым басында бастап сұрап еді, криптовалютада жасайтын робот па деп. Криптовалюта, оның ішінде фьючерсті жасайтын тағы роботымыз бар біздің. Бұл GTG роботтар емес, ардақ. Бұл емес, именно криптобот, бұл өзінде криптобанк бар, кәдімгідей 15 лицензиясымен 36 банкпен уже жұмыс істеп тұрған компания. Бұл криптобанк, первый цифробанк. Робот жайлы ақпарат беруге болады ма дегенім ғой. Әрине болады, конечно. Ол біздің робот болатын болса, пожалуйста, беруге болады. Ардақ, давайте. Ал жаңағы именно мына жердегі бот, криптобот, бұл суббота, воскресенье емес. Аптасына 7 күн, жылына 365 күн бойы жұмыс жасайтын бұл криптобот. Ондағы жасайтын ол кәдімгі тағы да жасанды интеллектте жасайды. Өзіңіздің Binance кошелегіңіз болса, соған тек тіркеп қоямыз. Ол постоянно орап сізге 21 жылы уже 4-ші жылға кетіп жатыр оған. 21 жылы 82% табыс берген, 22 жылы 83% табыс берген, кешегі 23 жылы 82% табыс берген. Жылына 82%-ға дейін табыс беретін роботты мен предлагаю қазір. Оның жылдық ақысы бар и айлық арендасын да төлесеңіз болады. Пожалуйста, өзіңізге бір рет алып қойдыңыз, арендасын төлеп қойдыңыз, болды. Сізге не береді? Робот береді, қосып қойдыңыз Binance-ыңызға, кошелегіңізге,
ар жағында $10 салдыңыз ба, $2 салдыңыз ба, ол ар жағында өзімен өзі сізге қатысы жоқ, өзі ақырындап ақырын жұмыс істеп тұратын өте күшті нәрсе. Сондықтан бұл роботтарды алуыңызға болады ағайындар. Осының бәрі түгел сізді қызықтырып жататын болса, пожалуйста, маған хабарласыңыз. Мен как раз шапка профиліде тіркеліп кетсеңіздер, ар жағында лайк қойып жатсаңыздар, мен міндетті түрде сізге жауап ретінде тіркелемін. Лайктарыңыз үшін көп рахмет. Мысалы, шапка профиліде как раз менің телеграм-каналым бар, табыс табу сақтау және көбейту деген. Пожалуйста, ол жерден кіріп осы материалдарды жақсы көре аласыз. Әйтпесе тура осы атпен табыс табу сақтау және көбейту деген осы прямой эфирлердің бәрін запистері менің YouTube каналымда көре аласыздар. Ол да бар мысалы. Әйтпесе именно осы форекске қалай келдім, осы именно қаржы және инвестиция тақырыбына қай уақыттан бері жүрмін десеңіз, менің Ғалымжан нижний пробел Дүкенбай инста парақшама кірсеңіздер, ол жерде осы тақырып туралы толық көре аласыздар. Сондықтан давайте таныс болайық, бірге жұмыс жасайық, бір рет қос болайық, бәріміз бірдей бай болайық, бақытты болайық ағайындар. Сондықтан бүгінгі кеш бір өте жақсы өтті. Рахмет ағайындар. Сұрақтарыңыз үшін рахмет. Ардақ қарындасым, сізге рахмет. Осындай күшті нәрсе айтып жатсыз, мысалы, бөлісіп. Алла разы болсын сізге. Ал ағайындар, сіздерге тағы да айтамын, алтын уақыттарыңыз бөлген үшін Алла рахмет. Сіздерге мен кішкентай ғана болса да кішкентай мәлімет беріп сіздерге пайдалы бола білсем, мен сол үшін қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Қайырлы кеш болсын. Келесі эфирде амандықта жүздескенше сау саламатты болыңыз ағайындар. Рахмет сіздерге.